Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен KFC жасау рецептімен бөлісемін. Бір килограмм тауық қанаттарының қажет емес жерлерін кесіп алып тастаймыз. Бір килограмм тауық қанаттарының үстіне 1 килограмм тауық аяқтарын қосамыз. Үстіне 10 жұмыртқаны жарып саламыз. Үш ас қасық тұз, 2 шай қасық паприка, 2 шай қасық қара бұрыш және 3 шай қасық ащы чили бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Тауықты маринадтап 10-12 сағатқа қалдырамыз. Маринадтан шығарамыз. Маринадталған суды төкпейміз. Үстіне 200 грамм темпура ұнын және 50 грамм бидай ұнын қосып араластырамыз. Темпура ұнын кез келген су сататын жерден алуға болады. Осындай сұйық қамыр шығады. 700 грамм бидай ұнының үстіне 2 шай қасық паприканы салып араластырамыз. Тауық етін сұйық қамырға араластырып, содан кейін ұнға саламыз. бір литр майды қыздырып, үстіне тауық қанаттары мен тауық аяқтарын салып, видеода көрсетілгендей қуырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, түрі дәл KFC-дегідей шығады.
дәмін жасап көріп айтсаңыздар болады. KFC дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.